Сәлем құрметті көрермен, менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алда қызықты көптеген видеолар болады. 30 жыл бұрын бет трансплантациясы операциясын тек фантастикалық фильмдерден көруге болатын еді. Бірақ қазіргі уақытта бұл керемет процедура енді фантастика емес. 2005 жылы Францияда алғашқы бет трансплантациясы жасалды. Бұл тарихтағы ең күрделі және ауқымды операциялардың бірі болды. Содан бері сәтті нәтижемен 30-дан астам трансплантация тіркелді. Әрине, бұл процедура арзан емес. Операцияның өзі пациентке $500 000 тұрады. Сонымен қатар жыл сайын дәрі-дәрмектерге шамамен $40 000 кетеді. Бірақ мұндағы ең қорқынышты нәрсе жаңа беттің иесі қайтыс болған адамның донор болуы еді. Иә, сіз шалыс естіген жоқсыз. Қайтыс болған адам. Бұл шығарылымда мен жазатайым оқиғалардан бет әлпетін жоғалтқан және өлген адамдардың бет әлпетімен жаңа өмір сүруге мүмкіндік алған адамдар туралы 3 таңғаларлық оқиғаны айтамын. Бейне басталмай тұрып ескертемін. Видео аяғы ауыр әйелдерге және жүрегі ауыратын адамдар үшін емес. Сонымен 1997 жылы Вирджиния қаласында 22 жасар Ричард Норрис мылтықпен бетінен ату арқылы өзін-өзі өлтіруге шешім қабылдайды. Сол күні ол үйге мас күйінде оралды, анасымен ұрсып қалды. Жанжалдың ортасында Ричард мылтықты ұстап алып өзін-өзі өлтіремін деп қорқытты. Шындығында жігіт өзін-өзі өлтіргісі келмеді. Сондықтан да ол тапаншаның тұмсығын бетіне қойып, кездейсоқ басып қалды. Норристің беті сол арада жарылды. Оның жақ сүйектері, ерні мен тілінің сынықтары, бет бөліктері барлық жерде жатыр еді. Анасы болса қорқыныштан айқайлап жіберді. Норрис аман қалды. Бірақ оның өмірі содан бастап тозаққа айналды. Жігіттің келбеті адам танымастай өзгерді. Оның бетінің төменгі жартысындағы сүйектер ұсақталып, жақтарынан ештеңе қалмаған еді. Ал Ричардтың мұрны пішінсіз нәрсеге айналды, ал тілдің бір бөлігі ғана қалды. Адамдар Норриске жиіркенішпен қарады, және бұл оның түнде ғана сыртқа шығып, үйде жабылып қалуына әкелді. Тек 15 жылдан кейін жігіттің қалыпты жағдайда оралуына не көмектесті дейсіз? Өкінішке орай, бұл басқа адамның өлімі болды. 21 жастағы Джошуа Аверсано автоапатқа ұшырады. Дәрігерлер дәрменсіз болды. Содан кейін доктор Эдуардо Родригес Джошуаның ата-анасына сәл оғаш ұсыныс тастады. Дәрігер Джошуаның бетін Ричардқа ауыстырғысы келетінін айтты. Сөйтіп жігіттің ата-анасы ұлының өлімі осылайша бекер болмайды деп ойлап, және оған келісті. Операция 36 сағатқа созылды және медицина тарихындағы ең үлкен бет трансплантациясы операцияларының біріне айналды. Бұл барлық адамдар үшін, дәрігерлер үшін және Ричардтың өзі үшін де өте маңызды шешім болды. Өйткені оның трансплантациядан аман қалу мүмкіндігі 50-50 деп бағаланды. Өкінішке орай операция басталып қойғаннан кейін кері қайту мүмкін емес еді. Алда толық жетістікке жету немесе керісінше зат күтіп тұреді. Ең басты қорқыныш жаңа бетті организмнің бас тартып қабылдамауы болды. Ричард Норристің бақытына орай операция сәтті өтіп, оның денесі жаңа бетті қабылдады. Біраз уақыттан кейін ол өзін алғаш рет айнадан көрді. Бұл өзі болды және сонымен бірге жаңа бет болғандықтан мүлдем өзі емес еді. 37 жастағы Ричардқа айнаның бетінен бейтаныс тұлға қарап тұр. Қандай жағдай болмасын, Ричардтың жаңа келбеті соңғы жылдары бірге өмір сүрген қиыншылықтармен салыстыруға келмеді. Бірнеше ай өтіп, операциядан кейін ол қалпына келе бастады. Өмірі де біртіндеп қалпына келді. Ол көшедегі адамдар енді оның бетіне жақсырақ қарау үшін мойнын бұрмайтынын білгенде таң қалды. Сонымен қатар ол тамақты қалыпты түрде жеп шайнай бастады, тіпті бірте-бірте күлімсіреуді қайта үйренді. Ричард Норрис Мэриленд университетінің медициналық орталығының дәрігерлеріне шексіз ризашылығын білдіреді. Себебі олар оған жаңа өмір сыйлады. Былай қараса, қорқынышты жағдайға дейін ол өз өмірін мүлдем бағаламаған екен, денсаулығына қуанбаған екен, тек бәрін солай болу керек деп қалыпты қабылдаған екен. Енді жаңа жүзімен ол әрбір жаңа күнге және осы іске қатысқандардың барлығына риза. Американдық өрт сөндіруші Патрик Хардисон небәрі 27 жаста еді. Оның өмірін 2001 жылдың қыркүйегінде өртті сөндіруге қатысқан кездегі оқиға түбегейлі өзгертті. Оның бригадасы Миссисипи штатының Синатоп қаласындағы өртіне шақыру бойынша барды. Өрт ортасында бір әйел қалып қойған болатын. Хардисон жанып жатқан үйге кіріп оны іздей бастады. Бірақ үйдің төбесі оған құлап, ішінен шыға алмай қалды. Ішіндегі ыстыққа байланысты оның қорғаныс маскасы еріп, бетіне жабысып қалды. Отты сөндіруді ойламауға да болады, себебі оның қолындағы шлангысы құлап кетті. Хардисон масканы жұлып алып, көзін жұмып, тынысын ұстап, шығуға асықты. Кейінірек хирургтар оны бұл үшін мақтаған болатын.
Осылайша ол көру қабілетін толығымен дерлік сақтап, өкпе мен көмейге каустикалық түтінмен зақым келтірмеді. Хардисон оттан шыққан кезде әріптестері оның күйгеніне таң қалды. Оның күйген бетінен еттері көрініп тұрған еді. Сол күні Хардисонмен бірге болған әріптесі Джимми Нил айтып берді: "Мен мұндай жан түршігерлік күйіктері бар және тірі қалған адамды ешқашан көрген емеспін." Сөйтіп Хардисон ауруханада 63 күн болды. Оның күйген бетіне жамбасынан терісін алып салды. Ол құлағын, ернін, мұрынның көп бөлігін және қабақтың барлық дерлік терісін жоғалтты. Осыған байланысты оның көздері қалыпты көре алмады. Ол үйге және оның 3 кішкентай баласына қалай оралғанын есіне алады. 6 жасар Элисон, 3 жасар Далтон мен 2 жасар Эвери одан қатты қорқып кеткен. "Менің балаларым менен қорықты. Бұл үшін оларды кінәлауға болмайды. Бұл кішкентай балалар ғой", деді ол ABC-ге берген сұхбатында. Ол басқа да қызушылық танытқан адамдарға жай ғана аюмен күрескенмін деп айтты. Көп адамдар оны көргенде жылап, көз жасымен айқайлап қашып кеткен. "Бұл өлімнен де жаман", деді ол. Кейінгі қиын жылдары Хардисонға 71 ота жасалды. Жылына шамамен 7 операция жасайтын. Оның барысында олар теріні трансплантациялау арқылы аузын, мұрнын және қабағын қалпына келтіруге тырысты. Тоқтамайтын азаптың салдарынан ер адам депрессияға ұшырады. Апаттан кейін оның тағы да 2 баласы туылғанына қарамастан, күйік оның отбасылық өміріне қатты әсер етті. 10 жылдық некеден кейін Крисидің әйелі оны тастап кетті. Бәрі айтқандай қиыншылық жалғыз келмейді. Сөйтіп жүргенде Хардисон банкрот деп жарияланып, үйінен де айырылды. Кейінірек ол бұны былай түсіндіреді: тұрақты ауыр операциялар мен қалпына келтіру кезеңдерінде ол үнемі ауырсыну басатын дәрілерді ішіп отырды. Ал бұл жағдай оның жаңа автокөлік шиналары дүкеніне жақсы әсер етпеген. Сөйтіп Хардисонның шіркеуде жұмыс жасайтын досы доктор Родригеске хат жазды. Ол 2012 жылы бізге таныс Ричард Норрисон бет бейнесіне операция жасаған еді. Дәрігер көмектесуге тырысатынын айтты. Ал 2014 жылдың тамызында Хардисонды күту тізіміне енгізіп қойды. Оған шашының түсі мен қан тобы бірдей донор қажет болды. Сондай-ақ сүйек құрылымы да ұқсас болу керек еді. Донор Бруклинде тұратын 26 жастағы Дэвил Родебоу болды. Ол мотоцикл апатынан қайтыс болған. Медициналық орталықтың өкілдері Родебоудың анасына жүгініп, онымен бет-әлпет беру мүмкіндігін талқылағанда, ол келісіп, ұлының әрқашан өрт сөндіруші болуды армандайтынын айтқан. Операцияны жасау үшін 100-ден астам хирург, медбикелер мен ассистенттер қажет болды. Операция 26 сағатқа созылды. Хардинге оның өмір сүру мүмкіндігі 50%-ға тең деп ескертті. Оның үлкен қызы Элисонның бастапқыда операцияға деген көзқарасы теріс болды. Ал процедураға оны әкесі көндірді. Оны ұзату үстеліне апарған кезде бейсбол қалпағын немесе қара көзілдірікті осылай киюдің қажеті жоқ деп айтты. Операция 2015 жылы өтті. Ол 26 сағатқа созылды және сәтті аяқталды. Хардинге жаңа бет, бас терісі, құлақ және құлақ арналары трансплантацияланды. Сондай-ақ олар жаңа иек жасады. Бет, мұрын және қабақтар ол ақырындап жыпылықтай алды. Мұндай операцияның құны шамамен $1 миллион бағаланады. Хардисонның отбасы 1 тиын да төлемеді. Барлық шығындарды аурухана өз мойнына алды. Сөйтіп операциядан 3 ай өткен соң оның сәтті болғаны белгілі болды. Төменгі беттің ісінуі сақталғанына қарамастан, Патриктің өмір сүру сапасы айтарлықтай жақсарды. Көру деңгейі оған 300-де бұрынғы көлемінде оралды және ол 15 жылда алғаш рет рөлге қайта отыра алды. Қазір 2023 жылы Хардисон қалыпты өмір сүруде. Ол иммунитетті басатын және трансплантацияланған терілердің қабылданбауына жол бермейтін таблеткаларды қабылдауды жалғастыруда. Және 7 жыл бұрын тіпті армандай алмайтын көптеген нәрселерді жасайды. Денесінде түрлі жарақаттар бар, депрессияға түскен 97% адамның өз-өзіне қол жұмсағысы келеді. Менің оларға көмектескім келеді. Олар мұны үміті жоқ болғандықтан жасайды, дейді Патрик Хардисон. Шындығында түрлі жарақат алған адамдардың да үміті үзілмеуі тиіс. 2008 жылдың 13 қарашасында 24 жасар Даллас Винс күйікке ұшырады. 4-ші дәрежеде көзін, мұрнын, қасын, бүкіл бетін толығымен жоғалтты. Бұл жағдай ол шіркеуді жөндеп, кездейсоқ жоғары вольтты кабельдің басына тиген кезде болды. Ол қатты күйік алды. Оның көздері күйіп кетті, тістері еріп кетті, бүкіл беті қатты күйіп кеткен болатын. Дәрігерлер оның мұндай күйіктерден аман қалуына 0% мүмкіндік берді. Бірақ адам ағзасы таң қаларлық және Даллас аман қалды. Өмір сүру мен емдеуді жеңілдету үшін дәрігерлер оны жасанды түрде 3 ай комаға жатқызды.
Дәрігерлер оны мәңгілікке сал болып қалады және ешқашан қатты тамақ жей алмайды және де сөйлей алмайды деп ойлады. Күйіп қалғаннан кейін оның беті мен мойнындағы барлық терісі жай еріп ағып кетті. Оның тек бас сүйегі ғана қалды. Бірақ бақытына орай миы қалпында еді. Оның отасы 36 сағатқа созылды. Өмір сүру үшін қатты күресті. Далластың арқасынан терісін алып бас сүйегіне және бетіне ауыстырды. Және ол аман қалды және өмір сүре бастады, бірақ ол ештеңені сезбейтін еді. Себебі трансплантацияланған терінің бұлшық еттері және жүйке ұштары болмағандықтан болатын. Алынған тәжірибені бет жарақаты бар сарбаздарды емдеу үшін пайдалануға үміттеніп, операция ақысын қорғаныс министрлігі төледі. Операция 15 сағатқа созылды. Оған Бостон ауруханасының 30 қызметкері қатысты. Яғни анестезиологтар, медбикелер, хирургтар. Жаңа бетті организмнің қабылдамай бас тарту қаупі өте үлкен, шамамен 80% болды. Бірақ Даллас бақытты болып көрінді және оның беті орныққан сияқты. Дәрігерлер тіпті Даллас Винс дыбыстарды ерінмен айтуды үйренді деп қуанышты хабарлады. Мен күліп қана қоймай, қазір менің барлық эмоцияларым еріксіз менің еркіммен менің бетімде көрінеді, дейді пациент. Винстің айтуынша, бет бұлшық еттерінің әрбір жаңа қызметі оған үлкен қуаныш сыйлайды. Мысалы, ол енді ерінмен стаканнан немесе кеседен қалыпты түрде іше алады. Оған тіпті иіс сезімі қайта оралды. Енді ол қызының бет-әлпетін ұстағанын, сүюін сезіне алады. Өкінішке орай, көз жанарын қалпына келтіру енді мүмкін емес еді. Сонымен бұл оқиға аяқталды. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып қолдап жазылуды ұмытпаңыз. Алда көптеген қызықты видеолар түсіретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыз, құрметті көрермен.